Амансыздар ма балалар, қалдарың қалай? Балалар, мынандай бір есеп қарастырайық. Ауданы ес 300 см квадрат сым рама индукциясы 0,15 тесла бір текті магнит өрісінде индукция сызықтарына перпендикуляр осьтен 50 айнымалы секунд жиілікпен бір қалыпта айналады. Рамада пайда болатын электр қозғаушы күшін максимал және периодын табыңдар. Бұл жерде балалар, бұл айнымалы тоқ генераторында өндіріледі, яғни айнымалы тоқ генераторында айнымалы электр тоқ пайда болып тұр. Бізде раманы тесіп өтетін магнит ағыны ол біртекті магнит өрісінде орналастырдық біз мына тұрақты раманы. Осы тұрақты раманы біртекті магнит өрісіне орналастырсақ, онда магнит ағын формуласын жазып қояйық. Магнит ағын формуласы В тең болады ВС косинус омега Т. Яғни рамада біз айнымалы тоқ генераторында ол тұрақты жылдамдықпен айналып тұр. Тұрақты жылдамдықпен айналып тұрғандықтан магнит ағыны гармоникалық заң бойынша өзгереді. Тұйық контурда магнит ағыны өзгеретін болса, онда электр қозғаушы күш пайда болады. Яғни электромагниттік индукция құрылысына арналған Фарадейдің заңы бойынша эпсилон тең болады минус дельта фи бөлінген дельта Т, немесе магнит ағының туындысы. Сонда электр қозғаушы күшіміз магнит ағының туындысы болды. Яғни бұл, егер біз толығымен түсінетін болсақ, егер бізде магнит ағыны өзгерсе, онда құйынды электр өрісі пайда болады. Құйынды электр өрісі электр қозғаушы күшін тудырады. Электр қозғаушы күш айнымалы тоқты тудырады деген сөз. Жалпы енді біз туынды дегеніміз, балар, қарапайым тілмен былай түсінуге болады. Туынды деген бір физикалық шама уақыт бойынша өзгерсе, екінші бір физикалық шама пайда болды деген сөз. Мысалы, механика саласында өте жақсы түсінуге болады. Біз тынышта тұратын болсақ, бізде жылдамдық жоқ. Егер бір сәл өте аз уақыт ішінде біз координатамызды өзгертетін болсақ, онда жылдамдық пайда болады. Яғни координатаның бірінші туындысы жылдамдық деп айтатын себеп сол екен. Енді біз жүзікті бір қалыпты тұрақты жылдамдықпен қозғалып келе жатырмыз. Енді сәл ғана өте аз уақыт ішінде жылдамдығымызды не арттырып, не кемітетін болсақ, онда үдеу пайда болады. Жылдамдықтың бірінші туындысы үдеу деген осы екен. Яғни біз осы айнымалы тоқ генераторында тұрақты жылдамдықпен раманы сәл ғана айналдыратын болсақ, онда электр қозғаушы күш пайда болады. Электр қозғаушы күшінен айнымалы тоқ пайда болады. Себебі осы екен. Енді осы сөздің бәрін түсініп алдық. Мағынасын енді ары қарата есепті шығарайық. Біз егер әр уақытта осы бала сұлбаға қарап, осы есептің мағынасын түсінетін болсақ, қане есеп шығарған кезде өте оңай болады екен. Ары қарата енді туындысын алайық. Яғни 1-ді 3-ке қоямыз. Эпсилон тең болады. Мынада минус қарама қарсы бағытталған тоқ пайда болады. Минус В ес косинус омега Т-ның туындысы. Косинуста минус синус болады, сонда плюс болады. Тұрақты шама В ес өзі жазылып қойды. Және косинус күрделі функция болғандықтан аргументінен омега Т-дан туындалса, ол омега болады. Омега косинустың өзі синус болды. Синус омега Т. Бұл біздің төртінші теңдеу. Сонымен жазып қойық. Басымен ағын біріктіріп эпсилон тең болады В ес омега синус омега Т деген осындай біз формуланы қорытып шығарып алдық. Енді осы бұлар гармоникалық заң бойынша өзгеріп тұр, және біз электромагниттік тербелістің теңдеуін, синус және косинус функциясының теңдеуін жаздық. Жазған кезде балар, біздің синус және косинус функцияның алдындағы мән сол физикалық шаманың елкі мәні болып есептеледі екен. Яғни сонда бізде В есіміз эпсилон максимум болады екен. Кернеудің электр қозғаушы күшінің елкі мәні екен. Сонымен электр қозғаушы күшінің елкі мәнінің формуласы В ес омега болды. Бізде бұрыш жылдамдықты желгі арқылы 2π нью деп аша салуымызға болады. Сонымен біздің мақсатымыз электр қозғаушы күшінің елкі мәнін тауып, сонда ол формуланы қорытып шығардық. В ес 2π нью деген формуламен қорытып шығара салдық. Енді орнына қойып, мәнін есептеу ғана қалды. Эпсилон максимум тең болады. Бұның мәні жазып қойып болады. 5/10 минус 1 дәрежесі Тесла көбейтілген естікі
3 көтілген 10 минус 2 дәресі метр квадрат. Халықаралық бірліктер жүйесіне келтірдік. Емнан 6,28 деп жасалаш болады. 2-ні 3,14 көбейте аламыз ғой. Көбейту 50 герц. Енді бұл жерде балар қысқартып жерейік. Қысқартайық. Сонда 6,25-ті 25-ті 3-ке көбейтеміз. Оны 6,28 көбейтіп 100-ге бөле салады екенбіз. Ешқандай қиындығы жоқ екен. Төрт бүтін 71 вольт шықты. Сонымен электр қозғаушы күштің үлкен мәні 4,71 вольт шықты. Енді бізге периодтен табу оңай ғой балалар. Период ол жиілікке кері шама. Оның теңдеу жиілігіміз сонда 1 бөлінген 50 секунд минус 1 дәрес деп жасадық. Жақсы, сонда 0,2 секунд болады. Жауабын жазақ. Сонымен болар. Жауабы электр қозғаушы күштің үлкен мәні 4,71 вольт және тең болады 0,2 екен. Осы электр қозғаушы күш ол құйынды электр өрісінен пайда болады. Осы құйынды электр өрісінен пайда болған электр қозғаушы күш электрондарды бәрін бір бағытқа қозғап, катушканың бір жағына минус, бір жағына плюс жинақтайтын күш осы екен. Құйынды электр өрісінен пайда болған күш, құйынды электр өрісі жұмыс істейді, ал бізде потенциалдық өріс жұмыс істемейді тұйықталған контурда. Айырмашылығында біраз есімізге түсіріп алдық. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңдар балалар.